Қайырлы күн, құрметті біздің көрермендеріміз, оқырмандарымыз, әріптестеріміз және желі пайдаланушылары. Түркістан облыстық Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар кітапханасында жастар креатив драйв жобасы аясында қыз тағдыры, ұлт тағдыры жобасының бір бөлігі қыздарға әсемдік жарасады атты іс-шарамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз онлайн саяхатымызды Түркістан облыстық тарихи өлкетану мұражайына өткізуді жөн көрдік. Және менің қасымда отырған сұлу әсем қыз осы тарихи өлкетану мұражайының экскурсоводы Асела Масымхан қызы. Біздің ертеде ата-бабаларымыз әлемдегі сұлулықтың бәрін өзіміздің қыздарымыздың тал бойынан көруді көксеген. Қыз өссе елдің көркі деген сөздің өзінде, сол сөздің астарында қыздарымыздың ақылдылығын, көркемділігін, бір сұлулығын сипаттағандай. Біздің қазақ әйелдеріміз осы ежелден киімнің жаңағыдай тәуірін киіп, осындай әшекей бұйымдардың асылын тапқан ғой. Бұл әшекей бұйымдарды тек қана сән үшін емес, жаңағыдай бой түзеп жүру үшін ғана емес, өзінің ізін қуып келе жатқан сіңлілері немесе қыздарына мұра болып, асыл қазынадай сақтап сыйлап отырған. Енді осы алдымыздағы тұрған әшекей бұйымдарымыздың, көздің жауын алардай әшекей бұйымдарымыздың толықтай тарихына тоқталып, жік-жігіне бөліп айтып беретін осы мұражайымыздың экскурсоводы Асела Масымхан қызына сөз берейін. Асела Масымхан қызы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Армысыздар, құрметті балалар кітапханасының көрермендері мен жалпы желі көрермендері. Бүгін әрине өте қуаныштымыз. Осындай бір ғасырлық тарихы бар Түркістан облыстық тарихи өлкетану музейіне келіп отқандарыңызға. Әрине біздің енді Түркістан облыстық тарихи өлкетану музейі республикамыздағы ең алғашқы көне музейлердің бірі болып табылады. Бір ғасырлық тарихы бар. Әлбетте осындай бір ғасырлық тарихы бар музейде бізде көптеген құнды жәдігерлеріміз сақталған, және де осы біздің қаламыздың тұрғындарымен жалпы музейге келуші қонақтарға насихатталып келеді. Енді бүгін өте қызықты тақырып болып отыр. Бұл әрине енді қазақ халқының әсем әшекей бұйымдары, зергерлік бұйымдары, қолөнердің бір түрі. Жалпы қолөнер өзі ғасырлар бойы дамып қалыптасып келе жатқан, атадан балаға мұра болып біздің күнімізге дейін жетіп отыр. Сол қолөнердің бір түрі бұл әрине зергерлік бұйымдар. Енді зергерлік бұйымдарды жасайтын адамды зергер деп атайды. Негізі зергер деген сөздің мағынасының өзі, зер деген сөздің мағынасы парсы тілінен алғанда алтын деген мағынаны білдіреді екен. Демек, бұл сөздің өзі алтынмен жақсы жұмыс жасайды деген мағынаны да білдіреді. Жалпы енді зергерлік бұйымды жасайтын ұсталарға өте сондай жоғарғы дәрежеде құрмет көрсетілген, олардың арнайы жаңағы ұстаханасы, шеберханасы болған. Сол жерде өздерінің осындай қазақ халқының әсем әшекей бұйымдарын жасайтын болған. Енді бізде қазақта мынандай сөз бар ғой, әшекей бұйымы жоқ қыз, ол жапырағы жоқ ағашпен тең деген нақыл сөз бар. Сол себепті де біздің бұрынғы кезде әжелеріміз, қыз-келіншектеріміз міндетті түрде құлақтарына сырға, қолдарына білезік, жүзік сақиналарын міндетті түрде тағып жүретін болған. Енді негізі бұл күмістің тек қана сәндікке ғана, сәндікті ғана айшықтау, ажарын ғана айшықтау болып табылмайды бұның жалпы міндеті. Бұның өзінің біздің қыз-келіншектерімізді өте жоғары деңгейде тәрбиелеп отырған. Оның бәріне қазір тоқталып өтеміз. Әрбір әшекей бұйымның өзінің қызметі болған. Сонымен қатар күмістің тағы да бір жақсы қасиеті, ол тазалықтың символы болған. Сонымен қатар адамның денсаулығына
өте пайдалы. Бұны медицинада да дәлелдеген. Жалпы күмістің мынау 650 мына бактерияларды өлтіретін қасиеті бар екен. Тіпті мынау кешкісін жаңағы стакандағы суға таза күмісті салып қоятын болсаңыздар, таңертеңгісін жаңағы суды ішетін болсақ, сол күміс жаңағы суға иондалып өзінің жаңағы қасиетін беріп ішкен кезде адамның бойындағы түрлі токсиндерді шығарады. Сонымен қатар бактерияларды өлтіреді және де денсаулыққа өте қатты пайдалы екен. Тіпті күмістің мынау жетіспеушілігінен кейде адамдарда шаршаңқылық, жаңағы өзінің иммунитетінің әлсіреуі, соның барлығы да күмістің жетіспегенінен болады екен. Енді біздің дана ата-бабаларымыз бұның бәрін білген, тіпті іңгәлап дүниеге келген, шар етіп келген сәбилерімізден бастап шомылдырған кезде, жаңағы баланың қырқынан шығарған кезде суына таза алтын күмісті салып жуындыратын болған. Сол сияқты баланың дүниеден келгенінен бастап еңкейіп қартайып әже болғанға дейінгі күніне міндетті түрде күнделікті тұрмыс тіршіліктерінде қолданып жүрген. Енді біздің негізгі мақсатымыз жалпы осы біздің қазақ халқының қыздарына, қыз-келіншектеріне осы біздің былайынша айтқанда енді ұмыт болып бара жатқан әшекей бұйымдарымызды насихаттау, оның тек қана сәндікке емес, өзінің тәрбиелік мағынасын, сонымен қатар қазіргі енді мынау бүкіл әлемді жайлаған пандемияның заманында күмістің адамның денсаулығына қандай пайдалы екендігін айтып өту. Енді бұл күмістің жаңағы тағы да бір қасиеті, бұл антисептикалық қасиеті бар екен. Түрлі жаңағы вирусный ауруларға да төтеп беретін, жойып отыратын. Енді осы әсем күмістерімізді таныстырудан, әшекей бұйымдарымызды таныстыруды бастасақ, біздің ортамызға Гүлзира қызымызды шақырсақ. Жалпы енді айтып өткенімдей, біздің қыз-келіншектеріміздің орнында міндетті түрде күмістен жасалатын бұйымдар болған. Енді бұл әшекей бұйымдардың енді жоғары жақтан бастайтын болсақ, бірінші өздеріңіз алдарыңызда тұрған шекелік деп аталынады. Бұл шекелікті көбінесе қыз-келіншектерде мерекелік жиындарда қыздың бас киіміне тағып қоятын болған, басына бас киім болған кезде екі шетінде осылай тағылып тұрады. Бұл бір-біріне шиыршықталып, мөрлеп тағылған және де өздеріңіз көріп тұрғандай сыңғырлы үнін шығаратын. Сонымен қатар шекелік және де шекеліктен кейінгі сырғалардың түрлері, жалпы енді бірнеше сырғалардың түрлері бар. Ай сырға, шашақты сырға, қоңыраулы сырға, салпыншақ сырға деген сияқты солардың бір түрлері. Енді бұл біздің музейіміздің ең құнды жәдігерлерінің бірі. Жалпы 19-20 ғасырдағы қыз-келіншектеріміздің таққан әдемі салпыншақ сырға деп аталынады. Осылай таққан кезде қыздың өзінің ажарына одан сайын өзінің ажарын айқындай түсетін болған. Сонымен қатар сіздердің назарларыңызға күмістен жасалынған ай сырға және де салпыншақты сырға болып табылады. Және де біздің қазақтарымыз, қазақ халқы, дана қазақ халқы қыздарды, қыз-келіншектер өте жоғары деңгейде тәрбиелеп отырған. Мынау келесі бұйым бұл біздің қыз-келіншектеріміздің шашбауы, шолпысы. Жалпы енді қазақта сөз бар ғой, шолпысы сыңғырлап, өзінің табиғаттың үнімен, қыздың шолпысымен сыңғырлап, небір біздің ақындарымыз, жазушыларымыз өздерінің әдемі өлеңдеріне қосып отырған. Сондай-ақ қазақта тағы бір сөз бар, әйелдің көркі шаш болса, шаштың көркі шолпы деген. Сондай қазақ қыздарының өзінің сұлулығын айқындай түсетін шолпылары. Бұл шолпыны қыздың
қыздың шашына бірге өр тағып қоятын болған. Бұны осылай өр тағып қояды. Сол кезде ол қыздың өзінің жүрісін және де өзінің денесін түк ұстауына үлесін қосып отырған. Жалпы негізі бұндай әшекей бұйымдардың 3 келіге жететін, салмағының 3 келіге жететін тұстары болған екен. 3 келі салмақ артқа қарай тартқан кезде қыз еріксіз бойын түзеп, қабырғасын түзеп, өзінің түзу, ұзын, әдемі болып жүруіне үлесін қосып отырған. Сонымен қатар, бұны енді қыз балалары өздерінің шаш балаларын және де шаштарының ұштарына мынандай шолпыларды тағатын болған, ұштарына байлап қоятын болған. Бұндай шолпылардың, шаш балалардың үндері сыңғырлап жүрген кезде тіпті мынау қызды соншалықты сыйлағандығы осындай әдемі шашбауының сыңғырлар үні естілген кезде үлкен адамдар өздерінің арасындағы әңгімелер дереу тияп алатын болған қыздың келе жатқанын байқап, және де екі жақты тәрбиелеп отырған қыз баласына құрмет болса, қыз баласында өзінің жүріс-тұрысын бәрін түзеп отырған. Жалпы енді жаңа айтып өткенімдей, қыздың жаңағы жүріс-тұрысын сөйлеген, асан-кісін туралаған десек болады. Және де тағы бір жақсы әңгіме айта кететін болсам, бұрынғы кезде бір қыздың жігіттің қызға қыр түсетін болса, ұнататын болса, жаңағы киіз үйдің сыртынан тыңдап жүреді. Егер ол үйдің ішінде жаңағы қыздың сыңғырын, әшекей бұйымының сыңғыры көп естілетін болса, онда қыз пысық, ширақ деген мағынаны білдіреді. Егер жаңағы тыңдап жүрген уақытта қыздың жаңағы әшекей бұйымының сыңғырының дауысы аз естілетін болса, онда қыз жалқау, ұйқыбас деген мағынаны білдіреді. Жалпы бұл қыз баласы енді бұл әшекей бұйымын тағып қалай болса солай жүрмей, сондай биязы, нәзік, әдемі болып өзінің жүрісімен сыңғырдың үні үйлесіп отыру керек болатын болған. Жүрген кезде және де сонымен қатар өздерінің қабырғасын, омыртқаларын туралап отыратын болған. Сондай бір сұрақ қойсам бола ма? Шолпы мен шашбаудың айырмашылығы қандай? Шашбау өздеріңіз де айтып өткендей, шаштың шашпен бірге өріліп тағылады шашбау. Ал шолпы шаштың ұшына байланып қояды. Ұшына байланады. Мынау бірге өрілсе, арнайы жіппен байланады ғой. Иә, мынау шашбау бірге өріліп тағылатын болса, шолпы шаштың ұшына арнайы байланып қояды. Сонымен қатар келесі әшекей бұйымдарымыздың бірі ол өңір жиек деп аталынады. Енді өздеріңіз көріп тұрғандай көздің жауын алатындай сондай әсем бұндай өңір жиектерді қыз балалары сонымен қатар жас аналар омырауларына тағатын болған. Енді бұл өңір жиектің бірден бір қасиеті бұл жерде жас ананың омыраулы емізетін баласы бар аналардың өздерінің омырауын, ананың өзін күйбөзден сақтаудың мақсатында негізінде тағылады. Енді сонымен қатар өздеріңіз көріп тұрғандай бұндай өңір жиектің төрт бұрышты доғалданған түйірленген түрлері болады. Көбінесе 3 жаңағы неде тұратын болған өздеріңіз көріп тұрғандай. Және де сондай алқалардың бірі ол бойтұмар деп аталынады. Бұл енді қазақ қыз-келіншектерінің әдемі әшекей бұйымдарының бірі. Бойтұмарлар негізінен жеңіл болып келеді. Бұның өйткені іші қуыс, ортасы ашылады. Бұраған кезде бұл бойтұмардың іші ортасы ашылады. Енді бұның ішіне Құран кәрімнің аяттарынан үзінді жазып, тұмар қылып сақтап жүретін болған. Немесе мынау бой жеткен қыздарға өзінің ұнатқан жігітінен келген хатты осындай бойтұмарлардың ішіне сақтап жүретін болған. Сондай бойтұмарлардың бірі тұмарша, бұның да мына жер ортасы ашылады. Осының ішіне Құран кәрімнің аяттарынан үзінді жазып, тұмар қылып сақтап жүретін болған. Сондай жалпы енді бағана өзім айтып өткендей, күмісті тек жаңағы сәндік үшін ғана тақпаған, тазалықтың да символы деп айтып отырмын. Келесі сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған осы біздің музейдің құнды жәдігерлеріміз бар, жалпы барлық құнды жәдігерлер, соның ішіндегі бірі мынау гигиеналық жиынтық деп аталынады. Бұл гигиеналық жиынтықтың қызметі
Бұны негізі енді әйел адамдарда, ер азаматтарда қолданады. Мынау тұрған тұрсы енді ер азаматтарына арналған. Әйел адамдарында да, ер азаматтарында да мынандай белбеулерінде қыстырылып жүреді. Белбеулерінде қыстырылып жүреді. Бұның енді ұштарымен, мына ұшымен тырнақтарын, құлақтарын тазалайтын болған. Кейде реттерде тістерін де тазалайды деп келеді. Айтып отырмын, қаншама 650 микробты өлтіретін қасиеті бар. Сонымен қатар тазалықтың символы, денсаулыққа пайдалы. Болады әрине. Таза, барлығы да таза күміс. 19-20 ғасырдағы біздің қыз келіншектеріміздің күнделікті қолданып жүрген әшекей бұйымдары. Енді келесі әшекей бұйымдарымыздың бір түрі ол әлі күнге дейін көптеп қолданыста бар. Ол әрине білезік және де сақина. Білезіктің түрлері, енді бұл білезіктердің де бірнеше түрлері бар. Бұл білезікті қос қолға да немесе жаңағы бір қолға да тағады, біреулеп немесе екеулеп те тағатын болған. Енді сіздерге тағып көрсетейін. Осылай бір қолға да немесе екі қолға да білезіктерін тағатын болған. Енді бұндай білезіктерді көбінесе біздің әжелеріміз, аналарымыз көптеп тағатын болған. Бұрынғы кезде тіпті көбінесе батыс жақтарда күмістен жасалған қолында білезігі, сақинасы немесе бір алқасы болмайтын болса, ол үйдің асы таза емес деген жорамалдар болған екен. Тіпті ол үйдің асына дәм де татпайтын болған екен. Міндетті түрде қолдарында жаңағы білезіктері, сақиналары болу керек болатын. Сонымен қатар келесі әшекей бұйымдарымыз ол қапсырма деп аталынады. Енді бұл қапсырманың қызметі жилеткада, жилетка болатын болса, осының екі жағынан қыстыру үшін тағылады. Байқасаңыздар, барлығы да күмістен жасалынған, өзі әсемдері тиындармен, теңгелермен сәнделген. Сондай әшекей бұйымдарымыздың бірі ол тана деп аталынады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл таналар түйменің қызметін атқарады. Түйменің орнына осылай әдемі тағылатын болған. Және де сондай әдемі әшекей бұйымдарымыздың жалпы енді бұл күмісті тек әйел адамдары ғана тақпаған. Біздің ер азаматтарымыз да жаңағы өздері қолданған. Енді мынау тұрған ер азаматтарға арналған қапсырма деп аталынады. Бұл ер азаматтарда ременнің қызметін атқарады. Жерге белдіктің рөлін атқарады. Енді бұл байқап тұрсаңыздар, көлемді ауқымды қапсырмамыз. Қапсырмамыздың көлемі неғұрлым үлкен болған сайын, сол ер азаматтың беделін, дәулетін айқындайтын болған екен. Және де мен мына жерде қалдырып кеттім ғой деймін. Жүзіктердің енді түр-түрі болған, жаңағы құдағи жүзік, құсмұрын жүзік, некелі жүзік деген сияқты. Сол жүзіктеріміздің бірі ол құдағи жүзіктер. Аты айтып тұрғандай, құдағиларға тағатын болған. Енді бұны жаңағы баланың анасы жаңағы қыздың анасына той кезінде тағатын болған осы үлкен ауқымды. Енді бұны байқасаңыздар, мына ортасында екі саусаққа киілетін жегі, екі саусаққа киіліп тағылатын құдағи жүзік болып табылады. Және де бір саусаққа да киілетін құдағи жүзік. Енді бұл жүзіктердің айтып өткенде бірнеше түрлері бар. Құдағи жүзік және де қыз балаларында көптеп тағылатын жүзіктің бір түрі ол құсмұрын жүзік деп аталынады. Келесі жүзіктеріміздің бірі құсмұрын жүзік. Бұл құсмұрын жүзікті бойжеткен қыздар, тұрмысқа шықпаған қыздар тағатын болған. Аты айтып тұрғандай, құсмұрын жүзікті көбінесе қыздар жаңа тағатын болған. Бұл құсмұрын деп атауының өзінің себебі құстай самғаған, емін-еркін, еркіндіктің мағынасын білдірген, бейбітшіліктің, еркіндіктің мағынасын білдірген. Сонымен қатар қыз баласы ұзатылып тұрмысқа шыққаннан кейін өзінен кейінгі
сіңілілеріне, құрбыларына қалдырып отырған немесе өзімен бірге алып кететін болған құсмұрын жүзікті алып кеткеннен кейін біршама уақыт өткеннен кейін жаңағы қыздың өзінің інісі әпкесінің үйіне қыдырып барған кезде жаңағы өзінің әпкесі жаңағы сіңлісі немесе қыдырып барған кезде өзінің құсмұрын жүзігін үйіне беріп жіберетін болса, онда ол қызының жағдайы жақсы деген мағына білдірген екен. Содан қыздың анасы қуанып, құсмұрын жүзіктің қайтқанына, қызының жақсы өмір сүріп жатқанына қуанып ауылға кішігірім бір жаңағы шай деп айтамыз да, сондай ас беретін болған. Бұның өзі енді қазақтың осындай әшекей бұйымдарымен тәрбиесінің өте жоғары деңгейде көрсетіп отырады. Жалпы бұл әшекей бұйымдар өте тәрбиелік мәні жоғары, сөзбен сөйлемей, ауызбен айтпай-ақ өзінің қызының жағдайы қандай екенін, адамның жаңағы дәулетін айқындайтын болған десек те болады. Енді бай ауқатты отбасылар болатын болса, күмістерді жаңағы әртүрлі асыл тастармен безендіріп, көз орнатып, сондай көптеп тағатын болған той жиындарда әжелеріміз бес саусақтарына өздерінің жаңағы әшекей бұйымдарын тағып шығатын болған сән салтанатымен. Иә, ары қарай Гүлжира қызымызға рахмет айтамыз. Ары қарай енді сұрақтарыңыз болса. Енді өз басым мына шоп мен шашбаудың несін жаңағыдай айырмашылығын білмейді екен. Рахмет сізге. Осы екеуінің айырмашылығын біліп алдым. Мен мынаны жаңағыдай шолпы дедіңіз осыны, иә? Мен осыны шашбау деп ойлайды екенмін. Десем бұл шолпы, а шашбау деген жаңағыдай өзіңіз айтқандай шашпен бірге өріледі екен. Және де маған ең ұнап отқаны мынау қыздарға мойындарына тағатын тұмарша дедіңіз, иә? Бой тұмар. Екі де бір деп айтсақ болады да, жаңағыдай біріншіден сән үшін, екіншіден жаңағыдай өзіңіз айтқандай Құранның аяттарын салып қойса, жаңағыдай енді біздің Құран кәрімнің сөздері ешқандай зиян болмайды, пайдасы болмаса, жаңағыдай жаңадан аулақ болады, жаңағыдай бойына тазалық сондай алып келеді. Қандай керемет енді екіде бір біздің қазақ ата-бабаларымыз сондай ақылды дана болған. Бөле кетейін, бұл енді әшекей бұйымдардың тағы да өзіңіз айтып өткендей тағы бір қасиеті, бұл жаңағы сыңғырлардың даусынан шаштың арасындағы айналадағы жын-жыбырлар қашатын болған, жын-жыбырлардан да қорғаудың мақсатында тағылатын болған. Қандай керемет. Қазір де осыны тағып бойтұмарды қыздар тақсақ болады ғой. Енді біріншіден сән үшін жаңағы Құран аяттарды салып, жаңағы жігіттер хат жазды деп сыйлық ретінде оның ішінде жаңағы хаты болады дегенде керемет. Жаңағыдай осылар бойтұмарымыз тұр ғой, тиындары да тұр, иә? Бұлардың өздерінің ерекше тарихы бар. Енді болсам, иә, жаңағыдай сыйға тартатын кезде үш жерге жылын жазып. Мына жерде мындай бұл теңгелер енді теңгелерді қосып тағатын болған, өйткені жаңа айтып отқандағыдай жын-жыбырларды қандай мағына береді дегенім ғой. Бұл кәдімгі теңгелер бар ғой, сол 19-20 ғасырдағы теңгелерді бірге қосып осылай сәндікке тағатын болған. Ол теңгелердің өзінде теңге шаш деген сияқты әртүрлі атаулары болған. Сол сияқты барлық нелерге де осындай көптеген әшекей тағы да бұл жерде көрсетілмеген, залымызда бар. Көптеген басқа да әшекей бұйымдарға осылай теңгелерді қосып тағатын болған. Шашбауға да таққан. Шашбауға да шаш теңге деген сияқты атаулары болған. Шашбауға да теңгелер тағатын. Иә, енді қазіргі таңда енді өкінішке орай біз қыз-келіншектер әрине тағады, тақпайды емес. Алқаны да, білезікті де, сырғаны да деген сияқты, бірақ көбінесе өкінішке орай европалық стильде тағылынады. Сол себепті енді біздің бүгінгі мынау ұлттық әшекей бұйымдарымызды насихаттауға бірден бір мақсатымыз сол осы біздің қазақ
халқының қыз келіншектері осындай заманауи үлгіде оюланған, заманауи үлгідегі әшекей бұйымдарды күнделікті тұрмыс тіршіліктерінде тағып жүрсе, сол себепті де бағана айтып кеткен қасиеттерін, денсаулыққа қаншалықты пайдалылығын, иммунитетке жаңағы антисептикалық қасиеті бар екендігін барлығын да айтып отырмыз. Енді қазіргі таңда күнделікті тұрмыс тіршілікте тақса деген ниетпен, мақсатпен қыздар да бір-біріне осындай таза күмістен бір-біріне осындай сырға, шашбау тағып сыйласа да керемет болар, тағып жүрсе де керемет болар. Жігіттеріміз де сыйласа. Иә, ішке қатсалығы керемет. Иә, жаңағыдай өзіңіз айтып отырсыз ғой, осы шашбау болсын, осындай бойтұмар болсын, сыңғырлаған үнмен жүріс-тұрысын білген деп жаңа мен де бір есіме түсіп отыр да. Осы қыз шашбауы таққан кезде қатты сыңғырлап кетсе, жаңағы оның жаңағыдай әдепсіздігіне, иә, сондай егер де бұл шашбауы жай сыңғырласа, оның әдептілігі, биязылығы, жүріс-тұрысы жағынан мінезін біліп отырған деп керемет. Осындай әшекей бұйымдарыңызда да жаңағы өзіңіз айтқанша қандай нелер жатыр ғой, жаңағы тәрбие жатыр, мән жатыр. Осындай таза күмістен жасалғанның өзі денсаулыққа қандай пайдалы. Біз білмейді екенбіз, шын айтқан кезде европалық стилде бюджетте деп қазіргі мен айтқанда сондай тағады екенбіз, таза күміс тақпайды екенбіз. Енді қазіргі мынау дертке байланысты өзіңіз айтып отырсыз ғой, жаңағы неше түрлі бактериядан сақтаған күміс деп. 650 бактерияға қарсы тұрады. Қазір енді таза күмісті нағыз тағатын заман ғой қазір, иә. Себебі мына қазір бір дерт келіп жатыр, соған таза күмістен осындай тақсақ, мүмкін бізді де осындай коронавирустан қорғанып, жаңағы деніміз сау болып, иммунитетіміз көтеріліп, деніміз сау болып. Антисептик қолданбай-ақ күмістен жаңағы сақиналар бар, шашбауымыз бар, тағып жүрсек өте керемет болар еді. Рахмет сізге, Асыл, осындай керемет әшекей бұйымдармен таныстырып, бізді жаңағыдай көп мәліметтер алдық. Мен өз басым бұндай мәліметтер білмейді екен, және де біздің қазір Facebook әлеуметтік желісінде қарап отқан көрермендеріміз, оқырмандарымыз, әріптестеріміз біраз мәліметтерді білді деп ойлаймын. Және де бізге сұрақтар келмепті, сұрақтарыңыз, пікірлер келіпті, мына жерде жарайсыздар, керемет дейді, үлкен рахмет пікірлеріңізге, қолдауларыңызға. Енді осы әшекей бұйымдар жайлы тағы да бір әңгіме айтып өтсем, бұрынғы кезде енді айтып отқандай бұл әшекей бұйымдарды тек әйел адамдар ғана тақпаған, ер азаматтар да, тіпті мына жаугершілік замандарда ер азаматтарымыз күмістің сондай қасиетін білгеннен мынау өздерінің қару-жарақтарына, ат әбзелдеріне міндетті түрде күмістен жаңағы әсемдеп, көркемдеп жасап отыратын болған. Бұрынғы кезеңдерде мынау жаугершілік замандарда қалмақ қолымен қазақ жаңағы қолы шайқасқан кезде үлкен бір дерт келіп, бүкіл қалмақтар қырылып қалады екен жаңағы бір дерттен. Сол кезде қазақтың сарбаздары тірі қалып кетеді екен. Кейін енді зерттей келе сол қазақ сарбаздарының қару-жарақтарының, мына ат әбзелдерінде күмістің көптігінен сол дерттен аман алып қалған деген аңыз бар. Тіпті мына араб елінде сондай бір әңгіме бар. Мынау арабтардың сарбаздары сондай бір дерттен сарбаздарының бәрі қырылып кетеді, тек басшылары ғана тірі қалып кетеді екен жаңағы сарбаздардың. Енді ол сарбаздары сөйтсе жаңағы күмістен, күміс жаңа астан уланады. Астан уланып, бүкіл сарбаздары қырылып қалады, тек басшылары ғана тірі қалады. Кейін енді сол басшылар тірі қалған себебі ол басшылары күміс қасықпен астанған екен. Демек барлығы сол бір тамақты астанған, бірақ жаңағы күміс қасықтың қасиетімен жаңағы тамақтағы жаңағы ненің бәрін жойып, таза күйінде ішкен содан өздерінің басшылары аман қалған. Сол сияқты күміс енді біздің ата-бабаларымыз бекерден бекер қолданбаған ғой. Бұрынғы кезде қазіргідей дерттер көп болмаған, осылай табиғи жолмен барлығын да емдеп, барлығын да біліп отырған. Жаңағы өзіңіз айтып кеттіңіз ғой, осы әшекей бұйымдардың бәрін жаңағы
зергер жасаған деп, жаңағы халық арасында сол зергер жасайтын адамдарды үміттеген, сыйлаған деген сияқты. Енді кезінде мысалға жағдайы болмайтын отбасылар да болған. Сол зергерге күмістен жағдайы болмаса қандай бұйымдарда жасап бердіңіз, сол қызық болып отыр маған. Немесе пішін жағын кішірек қылып жасап бердіңіз, жағдайы келгенде сол жағына кішкене тоқталып енді зергер жасайтын ұстаны бізде қазақ халқы өте қасиетті тұтқан. Ол кісілерде енді қазақ халқы көшіп қонып жүретін халық болған ғой. Енді әрине отырықшы халықтар да болған. Зергерлер міндетті түрде жаңағы отырып өздерінің ұстаханалары болатын болған. Сол ұстаның жасайтын жаңағы зергерлік бұйымдар жасау үшін өздерінің құралдары болады. Сонымен қатар көрік деген зат болды, ғана отқа жер беру үшін. Оның бәрін біздің музейден тамашалай аласыздар. Біздің музейіміз экспозициямыздың залы төрінен орын алып отыр. Сондай заттардың барлығында тіпті ұстаның жаңағы заттарынан аттауға болмайды. Ұстаханада бейәдеп сөйлеуге, айқайлап күлуге болмайды деп сондай бір қасиет санайтын болған. Оның өзі сол зергерлік бұйымдарды жасайтын шеберге деген құрметті білдіреді. Демек содан зергерлік бұйымдар жасайтын жаңағы ұстамызды қалай құрметтеген, қалай қадір тұтқан екен көрініп отыр. Және де жаңағы айтып сұрағанымыздай, енді біздің қазақ халқының қыз-келіншектері әшекей бұйымдарды көбінесе күмістен таққан. Енді ол бай ауқатты отбасы болатын болса, ауқымды, жаңағыдай көлемді қылып, сонымен қатар әртүрлі мынандай тастармен безендендіріп, қымбат жаңағы тастармен безендендіріп сондай жасайтын болған. Ал енді шамалары келмесе, онда кішігірім, іштері бір қуыс, және де оның ішіне әртүрлі мына тастан, құмдардан да салып жасайтын болған. Мынандай іші қуыс жаңағы әшекей бұйымдарға. Оның өзі жаңағы жүрген кезде сыңғырмен бірге ішіндегі жаңағы құмның, тастың дауысымен бірге үйлесіп отырып әдемі дыбыстарды шығаратын болған. Енді осындай әшекей бұйымдармен таныстырғаныңызға сізге мыңда бір алғыс айтамыз. Бүгінгі сұхбатқа келісіп, осындай әшекей бұйымдармен таныстыруға тағы да рахмет айтайын дейін. Осындай ғасырлық, жаңағы айтып отырсыз ғой, тарихы бар біздің мұражайымыз деп, сіздердің мұражайларыңыз өте, істеріңіз өте құрметке лайық. Сіздердің осындай ежелден келе жатқан осындай құнды, тарихты экспозициялар болсын, құнды заттар болсын, көркем заттар болсын, бәрін сақтап, осындай оқырмандарыңызға, жаңағы келіп жатқан өздеріңіздің қонақтарыңызға таныстырып отырсыздар. Сіздердің жұмыстарыңыз өте құрметке лайық. Бүгінгі сұхбатқа келіп келгеніңізге сіздерге мың алғыс айтамын. Әрқашан да жұмыстарыңыз осындай алға басып, тек қана табыстарға келе беріңіздер деймін. Алдағы осындай керемет сұхбаттар, кездесулер жалғасады деп ойлаймыз. Тек қана сәттілік тілейміз. Ал құрметті көрермендеріміз, бүгін бізбен бірге болғандарыңызға сіздерге көп рахмет айтамыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сау болыңыздар.